Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Менің есімім Ержан. Бүгін мен сіздермен Дауыскит платформасында қалай өзіміздің алғашқы чат-ботымызды жасауға болатынын көрсетемін. Бізде осындай окно болады, яғни терезе болады. Мен сіздерге бірінші өзінің негізгі терезесінен бастайын. Бізде осындай неміз бар, лендинг парақшамыз бар. Осы жерден бірден бастап кетсек болады. Попробовать бесплатно дейміз. Осы жақта бізде окно шығатындығында. Енді мына жерде біз өзіміз почтамен тіркелетін боламыз. Допустим, мен осылай тіркеліп жатырмын. Осы жерде паролімізді жазамыз өзіміз тіркелген кезде и өзіміздің негізгі аккаунтымызды создавать ететіндігімізде. Бізде аккаунтымыз шықты. Осы жерде не білуіміз қажет? Бізде оплата деген бөлім бар. Осы оплата бөлімінде бізде негізгі пландарымыз бар, яғни тарифный пландарымыз. Бізге қараңыздар, бесплатный тарифный план бұл өте керемет, яғни бұл көптеген платформаларда жоқ, яғни Telegram немесе Instagramыңызды қосып алсаңыз болады. Осы жерде яғни проверка подписки деген бар, немесе Telegramдағы простой боттарды осы жақта қосып алсаңыз болады. 500-ге жуық диалог бар. Ал уже WhatsApp керек болатын болса, сіздерге міндетті түрде про версия керек. Бұл жерде бір апта тегін бар, яғни сіздер 37 күн қолдана аласыздар. Яғни 7000 теңгеге қосып, 7000 теңгеге қосқан кезде 3000 диалог қоссаңыз болады. Яғни 3000 диалог деген өте керемет мүмкіншілік, себебі 3000 диалог басқа платформаларда кемі $35 басталады. Ол дегеніміз 17000 теңге. Бұдан 10000 теңге көбірек. Ал 49990 теңге дегеніміз бұл жерде бізде көбінесе интеграциялар бар, яғни интеграция Каспимен интеграциямыз бар, және де бұл жақта проверка чека дегеніміз бар. Мына жақта проверка чека бар, бірақ 30-ақ рет тексере аламыз. Бірақ оның өзі жақсы, себебі егер мысалы 1000 теңгелік продукты сататын болсаңыздар, сіздер 30 чек арқылы 30.000 теңгеге тексере аласыздар. Яғни мына неңізді бірден ақтап тастайтындығыңызда. Ал мына жақта безлимит уже. Бұл жақта да бірақ 3000 диалог, яғни 3000 рет кемі тексере алатындықтарыңызда. Енді мен фримен жұмыс жасап көремін. Ең бірінші создать бот дегенді басамыз. Бұл жақта бізде көбінесе мынандай дайын шаблондар бар. Яғни дайын шаблондар көрдіңіздер ме? Мына жақта мысалы WhatsApp, Telegram бар, не бар тағы да, Instagram бар. Бірақ мына жердегі бизнес деген тұр, мынау тарифтерге байланысты. Яғни сіз мынаны алатын болсаңыз, тек қана тарифный планды қосу арқылы ғана аласыздар. Егер мысалы пустая схемадан бастайын сіздерге. Мысалы ең бірінші біз Instagram ботты қосып көрейік. Қосып көріп жатырмыз. Instagram ботты қосқан кезде ең бірінші Instagramды қалай біз қосамыз өзімізге, авторизация жасаймыз. Авторизация жасаған кезде бізде мынандай бар. Мына жерге кіреміз, мына 3 точканы басамыз, авторизация дегенді басамыз. Сол кезде бізді Facebookқа лақтырып жібереді. Яғни кез келген официальный интеграцияда болған компаниялардың барлығы міндетті түрде Facebook арқылы тіркелетіндігінде. Мына жақта бізде готовый нелер бар, аккаунттар бар. Сол аккаунттарға біз кірсек болады. Өзіміздің Facebook қай аккаунтқа тіркеліп тұр, соған кірсек болады. Яғни перейти в настройку. Енді осы жерде бізде кіреміз, мына жақта схемадан бастаймыз. Сіздерге көрсетуім керек нәрсе ең бірінші цепочка действий деген бар. Кез келген біздегі бот осы цепочка действийден басталады. Яғни міне старт деген бірден қосылады. Ең бірінші ештеңе жоқ болатын болса, осы старт. Яғни адамдар бізге жазған кездегі сөздердің барлығы осы жаққа келетін болады. Мысалы, біз бірінші мына жақта отправить сообщение. Яғни адам ключевой сөз деген нәрселер болады ғой. Мысалы, гайд деген сөз жазатын болса, бізден бірінші сообщение бару керек. Осы сообщение, исходящее сообщение. Мысалы, тест деп жазамыз. Одан кейін барып, мына жерде кнопка қоссақ болады. Кнопка қоссақ болады, яғни тест деген мына жерде мысалы гайдты алу үшін төмендегі батырманы басыңыз. Мына жерде кнопка деген болады, добавить кнопку деген болады. Максималды түрде 3-ақ кнопка қоя аламыз. Енді осы жерде текст на кнопке гайд деп қоямыз. Болды.
бірақ бұл не ары қарай бармайтындығында. Бізде сіздерге көрсетіп кетейік, біздің блоктар басқа, мысалы чатплейсағыдай жұмыс істемейді. Себебі чатплейста сіздер былай қосып қоя аласыздар ғой, бізде де қосса болады, бірақ біздің негізгі дүниеміз ол выберите блок деген нәрсе. Мына жерге блоктарға міндетті түрде ат қоюымыз керек. Біз мысалы мынаған старт деп қоямыз, допустим, старт деп қоямыз. Келесі блокты мысалы бізде проверка подписки десек болады. Мына жерде проверка подписки. Енді осы жерде плюсикті басамыз. Бізде осы жерде барлық керекті дүниелердің барлығы бар. Мына жерде көрдіңіздер ма, керекті дүниелердің. Енді осы жерде мына инструментінің ішінде проверка подписки дейміз. Сосын барып оны қосып қойдық. Енді келесі блокты шығарамыз. Келесі блокты. Мына жерде успешная проверка дейміз. Проверка. Потом мына жерге неуспешная проверка. Ошибка деп қоя салайық. Енді сообщениемен қосамыз. Басынан тіркелдім кнопкасын басыңыз. Мына жерге тіркелдім дейміз. Кнопкаларға біз ссылка қоя аламыз, міне ссылка қоя аламыз, немесе блокқа жібереміз. Енді көрдіңіздер ме, басынан тіркелдім кнопкасын басқан кезде мына действие орындалу үшін біз сол блокқа жібереміз. Проверка подписки блогына жібереміз. Сол кезде мына кнопканы басқан адам осы жаққа қарай қайта кететіндігінде. Мына жерге рахмет, тіркелгеніңізге рахмет. Рахмет. Міне болды. Тіркелгеннен кейін өткеннен кейін гайдыңызды алыңыз, допустим. Гайдыңызды алыңыз. Мына жерге кнопкамен ссылканы қойып қойсақ болады. Енді мына жерге проверки подпискидің ішінде міне көрдіңіз бар ма? Міне цепочка действий для подписанного пользователя. Бұл жерге біз успешная проверка дейміз. Цепочка действий для не подписанного пользователя дегенімізге ошибка дегенді қойып қоямыз. И мына жерге бізде гайдты алу үшін и бұны апарамыз да проверка подписки. Яғни бізде не жүреді? Гайдты алу мақсатында басынан бастап көрсетейін. Гайдты алу мақсатында адамдардың барлығы осы жерге түсетіндігінде, одан кейін түскеннен кейін барып, олар кнопканы басқаннан кейін барып, блок мына блокқа өтеді. Осы блокқа өтеді. Осы блоктың ішіндегі жүзеге асатын нәрсе бізде подпискаға тексеру болады. Тексергеннен кейін барып, ол жерде тұр, егер подписан болатын болса, мына блокқа өтеді. Ал не подписан болса, мына блокқа өтеді. Ал ары қарай біз келесі сообщенияларды былай астына қосып жіберсек болады. Астына қосып жіберсек болады. Немесе біз мына жерге кнопка қоямыз да, сол кнопкадан кейін келесі блоктарды қойып қойсақ болады. Бізде басқа платформалардағыдай условия арқылы емес, бізде через действие арқылы проверка подписки жүзеге асады. Міндетті түрде бұл платформада сохранить дегенді басып отыруымыз керекпіз. Себебі бұл нәрсені баспайтын болсақ, біздегі дүниелердің барлығы сақталмай қалатындығында. Енді келесі бізде осы гайд деген жүзеге асу үшін бізде мына нәрсе бар. Мына жерде боттың атын қойып қойсақ болады өзімізге, и деактивировать бота деген бар. Яғни бізге мүлде ботымыз осы әзірге керек емес болса, яғни жұмыс істемеген дұрыс болатын болса, деактивировать бота деп қойғанымыз дұрыс. Одан кейін барып, мына жерде настройка ключевых слов деген бар. Яғни адам гайд деген кезде, мысалы, пока мен тест жасайыншы. Тест деген кезде міндетті түрде стартовая цепочка жүзеге асу керек. Сол кезде сохранить деп қоямыз. Сосын міндетті түрде сіздер мына нәрсені алып тастаңыздар, себебі ол жұмыс істеп кете беретін болады. Сол үшін удалить етіп тастайсыздар. Мынаны қостық. Егер мысалы ол комментарийға бізде өкінішке орай енді Инстаграмда басқа платформалардағыдай там прямой эфирдан деген секілді нәрселер жоқ. Бізде барлығына жұмыс істей береді. Яғни дайректке жазса да, комментарийға жазса да сол сөзді бірден жұмыс істеп кетеді. Сол кезде бізге ответ деп қоя саламыз. Ответ. Мысалы қай сөз? Бағанағы тест деген сөзге, тест деген сөз тағы да басқа сөздерді қойып тастасақ болады, оған қандай ответ? Там жекеңізге жібердік дегенді осы жерге қойып қойсақ болатындығында. Енді мынаны да удалить етіп салайын. Негізі сіздерде тағы да айтатын дүние, мына жақта сообщение деген бар. Адамдармен сөйлескеніңізді осы жерден көріп отыра аласыздар. Данные о клиентах мына жақта жиналып отыратын болады. Бүкіл адамдардың информациясы және де проверка подписки осылай жүзеге асады. Міндетті түрде негізі келесіде жасайтын болсаңыздар, былай жасаңыздар, мынаны пустой қылып кете саңыздар да, пустой блок қыласаңыздар, и осыны
стартовый қылыңыздар да, ал мынаны проверка подпискаға жасап қойыңыздар. Енді қараңыздар, бізде өте бір керемет қызық дүние бар. Ол не дегеніміз? Мысалы, біз екінші бот создавать ете аламыз ма екенбіз? Қазір көрейік. Ана жерде оплата төлену керек екен. Оплатаны біз пока жасамаймыз. Оплатаны жасамаймыз. Жалпы мен сіздерге мына нәрсенің барлығын көрсеттім, түсінікті деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, маған жазыңыздар. Келесі сабақтарда мен сіздерге телеграммен бот жасауды, WhatsAppпен бот жасауды көрсететін боламын. Сауда саламатта, кездескенше.